қайырлы таң, көңіл күйлеріңіз қалай сіздердің? Менің көңіл күйім оң. Бүгінгі мен тақырыпты еңбексүйгіштікке арнағым келіп отыр. Біздер таңертең ерте тұрып, 5-те тұрып, жүгіріп, денсаулығымызға депозит саламыз және оязықтар айтамыз. Сол оязықтар біздердің бір күнде жақсы бір пайдалы ақпараттар алып тұруымызға көмектеседі. Егер де сіз балаларыңыздың бойына еңбексүйгіштікті қалыптастырсаңыз, сіз оларға үлкен байлық, мол байлық мұра қалдырғаннан да артық дейді. Егер де сіз еңбек етуді әдетке айналдырсаңыз, ол әдет еңбек ету сіздің әдетіңізге айналып кетеді. Ал егер де оны әдетке айналдырмасаңыз, жалқаулық еңбекті жиіркенішті қылып көрсетеді дейді. Сондықтан да кішкентай кезінен бастап балаларыңызды еңбексүйгіштікке тәрбиелеп, қандай да бір жұмыстарды істеуге жұмсап, оларды қандай да бір іске тапсыруларыңызды жастардан сұрағым келеді. Бұрын мен өзіме атамның өзі айтып отыратын еді. Мына баланы еркелетпе дейтін еді. Сонда мен не айтып отыр екен деп ойлайтын едім. Сосын жақында мынандай оқиға болды. 40 жасқа келіп, менің бір танысым 40 жасқа келіп, күйеуге шығып, бала босанады. Сол баланы еркелетіп өсіреді. Еркелетіп, қалағанның бәрін алып беріп, еркелетіп, ана мектептен ана мектепке ауыстырып, ана мектепте апайлар жаман, мына мектепте балалар жаман деп, солай еркелетіп өсірді. Ол балаға 2-3 үлкен жоғары оқу орнын оқытты. Ол бала үйленді, 2 баласы бар, бірақ қазір жұмыстан шығып кеткен екен. Әйелінен ажырасқан, жұмыстан шығып кеткен, ештеңе жасамайды дейді, үйде тек жата береді, өмірдің мәнін жоғалтып алған екен. Арақ ішеді, темекі тартады, жоқ болып кетеді, келеді, тамақ ішпейді, даже үйде сөйтіп жүре береді дейді. Бұл кісі қазір 70-те, пенсиядан пенсияға қарап отыр екен, кейде үйде тамақ алатын ақша болмай қалады дейді. Пенсиямнан алам дейді, кредит алам, бір жетпей қалып жатырса дейді. Және даже мынандай күйге жеткен. Менен баласына киім алып беріп, сөйтіп, баласын киіндіріп, сөйтіп жүретін еді. Бір шалбар бар еді дейді да, бұрын бір жақсы качественный шалбар алғанмын дейді. Сол шалбарды қазір мына баланың киетін күрткісі жоқ дейді. Соған шалбардан күрткі тіккізіп жатырмын дейді. Көрдіңіздер ма? Егер де сол баланы кішкентай кезінен еркелетпей, еңбексүйгіштікке үйретіп өсірген кезде, ол бала қазір мамасы шалқып өмір сүріп отыратын еді. Сондықтан да жастарға айтарым, балаларыңызды еркелетпеңіздер. Мысалға сіздер ойламаңыздар, сіздің жанұяңызда болып жатқан, ол тек қана менің жанұямызда болып жатыр деп ойламаңыздар. Сіздер бүкіл Қазақстанның бір бөлшегісіздер. Сондықтан да балаларыңызды еңбексүйгіштікке үйретіп, мына біздің Қазақстанымыз дамысын десеңіз, алға қарай бассын десеңіздер, еңбексүйгіштікке үйретіп, балаларыңызды және де үлкейген кезде сізді асырасын десеңіздер, жақсы азаматтар өсіріп шығарам десеңіздер, балаларыңызды еркелетпей, еңбексүйгіштікке үйретіп, балаларыңыз жақсы жұмыстарда жасасын деген тілегім бар. Мен сіздерді бәріңізді жақсы көремін. Бизнес таңдап парақшамның астына комментарий жазып кетсеңіздер, қандай тақырыпқа келесі видеоларымды түсірсем болады, мен шабыттанып, сонда жақсы видеоларды түсіретін боламын. Келесі видеода кездескенше.